Достар, баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен инсульттің белгілері туралы сөйлесетін боламыз. Көптеген жағдайларда инсульт белгілерін аурудың алғашқы минуттарында пайда болады, және олардың бәрі тани білмейді. Инсульт болған кезде қалыпты қанмен қамтамасыз етілмеген ми клеткалары өледі. Бұл келесі белгілермен көрінуі мүмкін. Видеоны көрмес бұрын маған подписка жасап, лайк қойды ұмытпаңыздар. Инсульттің ең бірінші белгілері бастың қатты ауруымен айналуы. Одан кейін адам өзін нашар сезіне бастайды. Сол уақытта адамның күлімсіреуін сұраңыз. Инсульт болған кезде, егер осы уақытта адам күлімсіреген кезде бір жағы төмен болып қисық күліп тұрса, онда адамда инсульт деген сөз. Сондықтан тезірек 103-ке звондаңыз. Екінші әдіс адамның сөйлеуі. Науқаспен сөйлесуге тырысыңыз, оған кез келген қарапайым фразаны айтуды сұраңыз. Мысалы, далада жаңбыр жауып тұр. Инсульт болған жағдайда сөйлеу қабілеті бұзылып, сөздер мәнсіз болып шығады. Үшінші әдіс қолды жоғары қарай көтерілу. Жәбірленушінің екі қолын бір мезгілде көтеруді сұраңыз. Инсульт болғанда бір қол құлап немесе басқа жаққа бұралып кетеді. Инсульттің белгілеріне жеңіл түрде қарауға болмайды. Міндетті түрде 103-ке хабарласып, жедел жәрдем шақыру керек.